Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Соңғы күндері тазалыққа өте көңіл бөлудеміз. Әрине, атсалысып жігіттерге, қыздарға көптеген рахмет айтамыз. Мыңда бір рахмет. Сіздермен бүгін Жалпыұлттық социально-демократический партияның төрағасы Мыңбаев Сәкен Саламатұлы. Бүгінгі тазалық акциямызды жүргізіп жатқанымыз бірінші шағын ауданнан бастап қазіргі жаңадан ашылған Риксиске дейін орталықта тазалап келе жатырық. Сіздерге ағайын айтарым, теңіз әсемді әдемі болғанымен, оны бағыттап, аялау ұстау біздің қолымызда. Теңіздің сұлулығына тән келер нәрсе жоқ. Бірақ біз артқы мусорымызды мынандай өлкеде қылып тастап кете беретін болсақ, онда ол әсемді болмайды.